Бастай берейін бе? Иә, бастай беріңіз, Мақсат мұғалім. Ал құрметті әріптестер, қайырлы күн, саламатсыздар. Мен Оспанқұл Мақсат Зейнелұлы, Қарқаралы ауданы Талды ауылы жалпы білім беретін Тірек мектебінің биология пәнінің мұғалімімін. Енді мен мынау өзімнің жұмысымда білім алушылардың ғылыми жаратылыстану сауаттылығына бағытталған биология пәнінен тапсырмалар жинағы 7, 8, 9 сыныптарға арналған. Сіздер жақсы білесіздер, 8, 9, 10 сыныптарда қоректену бөлімі міне. Осы қоректену бөліміне арналған мен сіздерге тапсырмалар жинағын қазір трансляциялап отырмын. Мен осы негізі осы Қарағанды үш ауданды алып отырғам. Бірінші Бұқар жырау ауданының Шешенқара ауылы, екінші осы Кәрім Мыңбаев атындағы жаңағы орта мектепті алып отырмын, Нұра ауданы. Үшінші осы Шет ауданы, мына Ақылбаев атындағы мектепті алып отырған. Міне бүгін сіздерге мен осы биология пән мұғалімдеріне осы тақырыпты жаңа трансляциялауды жөн көріп отырмын. Тақырып міне сіздерге түсінікті. Енді бүгінгі менің осы трансляциялап отырған жұмысымның мақсаты жаратылыстану ғылым пәндерінің мұғалімдеріне, білім алушылардың функционалды сауаттылығын дамытуға бағытталған жаратылыстану ғылыми пәндеріне негізгі орта білім берудің мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандарт талаптарына сәйкес оқу бағдарламасының ерекшеліктерін түсіндіру және бағдарламадағы оқу мақсаттарының жүзеге асырылуына бағытталған тапсырмалар көрсету, тәжірибесін зерделеу және тарату. Енді күтілетін нәтиже: мұғалімдер білім алушылардың ғылыми жаратылыстану сауаттылығын арттыруға бағытталған биология пәнінен тапсырмалар жинағы, яғни 7, 8, 9 сыныптар қоректену бөлім бойынша озық педагогикалық тәжірибені өздерінің тәжірибесінде қолданады. Енді келесі тапсырмалар жинағының енді мазмұнына кеп тоқталсақ, тапсырмалар жинағының мазмұны әдістемелік құрал ғой. Енді бұл Қазақстан Республикасы мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандарты. Бұл 3 тамыздағы 22 жыл негізінде жаңағы 7, 8, 9 сыныптарда биология пәнінен қоректену бөлімі бойынша құрастырылды. Тапсырмаларды білім алушылардың білім жетістіктерінің мониторингіне арналған жаратылыстану ғылыми сауаттылығы бағыты бойынша тест спецификасы бұл 28 желтоқсан 21 жылғы негізінде басшылыққа алынып жасады. Білім алушылардың пәрінді терең түсіну, қабілетін дамыту, алған білімін сыныптан тыс жерде кез келген жағдайда тиімді пайдалана білуін қамтамасыз етуге арналған. Бұл тапсырмалар арқылы білім алушылар сыртқы ортамен қарым-қатынасқа түскен кезде сол ортаға барынша тез бейімделе алу мен тығырықтан шығу, шешім қабылдай алу деңгейінде көрсеткіштеріне негізделген. Сонымен бірге салауатты өмір салтын сақтау, өз денсаулықтарын күту, ауырмаудың жолын білу, ұзақ өмір сүру, өз денсаулықтарын қадірлеу, басқа да адамдарға денсаулық туралы насихат жүргізу үшін жасалды. Тапсырмалар жинағы міне 7 сыныпқа жаңағы оқып жатқан мектеп баспасынан шыққан тарау. Тірі организмдердің қоректенуіне 10 тапсырма. 8 сынып Соловьева басшылығымен шығарылған Атамұра бас қоректену бөліміне 32 тапсырма. Және де 19 сынып Асановтың басшылығымен жасалған Атамұра басы 4 бөлімнен жаңағы 10 тапсырма алынып отыр. Енді мен бұл тапсырмаларды жаңағы барлығын дәл қазір сіздер қолдарыңызда электронды нұсқасы бар. Мен бір 5-6 тапсырманы қазір сіздердің назарларыңызға ұсынамын. Енді мына жерде бұл жаңағы 8 сынып тапсырмада 13 тапсырмада былай жазылған: нұсқаулық суретте мұқият қарап, берілген тапсырмалардың
дұрыс жауабын беріңіз. Адамның ас қорыту мүшесі, міне бұл жерде 4 тапсырма тұр. Суретте 9 санмен көрсетілген мүшеге сипаттама беріңіз. Ал одан кейін екінші тапсырма қанға инсулин, қандағы қанттың төмендеуі, глюкозаның гликогенге айналуы және глюкагон кері реакция қанды глюкоза деңгейін арттыру, гормондар бөліп шығарады. Ол суретте қай санмен көрсетілген, жаңа екінші санмен көрсетілген, бұл не? Сол екінші тапсырма сол берілген, және де үшінші тапсырма 8 санмен берілген мүшеге сипаттама бер. Төртінші ас қорыту мүшесін ретімен орналастыр деген мен бірнеше тапсырма алып отырмын. Енді кері байланысқа шығайық. 9 санмен көрсетілген мүшеге сипаттама беріңіз дейді. Бұл қандай мүше болды сонда? Әріптестер? Ұлтабар. Иә, міне. Бұл міне 12 келіншек қой, бұның жауабы түгелі. Сіздер тапсырмамен алдын ала танысып мұқият қарасаңыздар, тапсырмада жауабы түгелі жазылып тұр. Ал енді екінші тапсырма ше, екінші тапсырманың мәтінін оқисыздар ғой. Ал оның жауабы немене болды? Ұйқы безі. Жақсы. Енді үшінші тапсырма 8 санмен білдірген мүшеге сипаттама беріңіз. Өт. Жақсы, міне. Енді ас қорыту мүшелерін ретпен орналастыр дейді. Сіздер түгелдеріңіз біліктілігі жоғары мамансыздар ғой, міне. Ас қорыту мүшелерін ретпен орналастырып бересіздер. Келесі, енді тапсырма, міне тапсырманы мұқият оқып, берілген тапсырмаға дұрыс жауап беріңіздер деді. Міне енді тапсырманы қазір өздеріңіз оқып, іштеріңізден оқыңыздар. Содан кейін жауабы түгелі қарастырамыз. Мен бұл жерде контексті де нұсқа және де түсінікті тура оқулықтан алып құрастырдым. Бұнда тағы да міне 4 тапсырма тұр. Бұл 9-шы сыныптың материалдары. Жақсы, енді оқып шықсаңыздар, бірінші жаңағы мына контекстің біріншіге қандай жауап қолданасыздар? Әріптестер, не дейсіздер? Өт липазаның да ұйқы безінің де белсенділігін арттыру себебін түсіндіріп көріңіз дейді. Ал оған қандай жауап ұсынасыздар? Ол жерде сөл бөлуін күшейтеді екен, ұйқы безінің тонусын көтереді дейді, және жалпы толық қимылдауына түрткі болады екен. Толқи қимылдауына түрткі болады екен. Ал енді екінші сұрақта, өттің А, Д, Е дәрумендері үшін маңызы қандай дейді? Міне, оған не жауап ұсынасыздар? Олар қоректің сіңірілуіне қызмет атқармай ма? Олар мынау жаңағы бұл кеда ғой. Кеданың барлығы майда ерігіш жаңағы дәрумендер. Яғни дәрумендердің сіңіруінің маңызы қызмет атқарады. Бұл именно жаңағы негізінде майда еритін витаминдар ғой кеда.
Міне сол себептен. Одан кейін өттің қорытылу үдерісінің қалыпты жұмыс жасауына қорытынды жасаңыз деген тағы да бір төртінші тапсырма бар. Енді үшінші тапсырмада тұр, ана жерде қарасаңыздар, міне симбиоздық ішек бактерияларының зиян келтірмей, зиянды ішек микрофлорасының дамуын тежейді дегенді қалай түсіндіріп көріңіз дейді. Түсіндіріп көріңіз. Міне, құрметті әріптестер, міне осындай міне тапсырмалар міне мен ұсынып отырмын. Келесі міне 7-ші сыныптың өзі қоректену бөлімін, біз тірі организмдердің қоректену, бұнда енді екеуінде бөлім деп тұруда 7-ші сыныпта тарау деп тұр. Міне бірінші тапсырма нұсқаулық. Енді нұсқаулық ұсынып отырмыз ғой. Нұсқаулық міндетті түрде бұл жаңағы сурет анық көріну керек, және де түрлі түсті болып көріну. Енді бұл жай қағазға шығарылса, мына жапырақ көрінбей қалуы мүмкін. Берілген суретті мұқият зерделеп, берілген тапсырмаларға дұрыс жауап беріңіз дейді. Бұл жерде біз тағы да анау жапырақтың құрылысы мен қызметін көрсетіп отырмыз. Соған байланысты мына бір санымен көрсетілген жапырақ бөлімін атаңыз дейді. Міне бұл қандай бөлімі жапырақтың? Жапырақ бөлімі бірінші қайсыдан жауап түгел тұр ғой, әріптестер? Жапырақ тақтасы ғой. Жапырақ тақтасы. Иә, жапырақ тақтасы. Ал енді 3 санымен жаңаға көрсетілген жапырақ бөлімін атап қызметіне. Ал үшінші, сағағы, үшінші. Сағағы. Енді екінші тапсырмада жаңағы 3 санымен берілген жапырақ бөлімін атап қызметін сипаттаңыз дейді. Енді бұл бөбешік жапырақтың қызметі немен еді? Жаңадан шығып келатқан бүршік емес па? Жаңадан шығып келатқан бүршік емес па? Иә, соны қорғайды ғой. Қазір біз түгеліміз үйімізге қызанақты үйде жәшік отырғызып жатырмыз ғой. Қызанақтың ең бірінші жапырақтары, сол бөбешік жапырақтар, бұл жаңадан шығып келатқан келесі бүршікті қорғайды ғой. Міне бұл бөбешік жапырақтар, оны да осы жерде түсіндіріп айтып кетуімізге болады балаға. Ал енді үшінші тапсырма 5-6 санымен көрсетілген жапырақтың түрлерін көрсетіңіз дейді. 5-ші жапырақ пен 6-ші жапырақ көрсетіліп тұр. Олардың айырмашылығы немене? Бұл қандай өсімдіктерге тән? Соны айтып өтсеңіздер, балалар айтып береді. Сағақты жапырақ, сағақсыз жапырақ деген болады өзі. Иә, мына бұл қайың, теректер сағақты ғой, сағақсыз ас тұқымдастар, міне. Желге төзімді, мысалы, ауа райының қолайсыздықтарына, сағақсыз, мысалы, тез нәзіктеу болады деген сияқты. Иә. Балалар оны қолма-қол айтып береді. Енді бұны өмірмен де байланыстырасыздар ғой. Келесі, енді 8-ші сыныптың 4-ші бөлімінде, қоректену бөлімінде бірінші тапсырма тағы да міне контекст беріліп отыр. Мұқият оқып берілген тапсырмаларға дұрыс жауап беріңіздер. Жануарлардың ас қорыту мүшесі берілген. Міне енді жануарлар болғанда біз көз жасушалы, бір жасушалы жануарлар ғой. Мына жерде қарапайым жануарлардың ас қорыту мүшесі берілген. Міне солардың мына контекстті оқидағы 1, 2, 3, 4 жаңағы сұрақтарға оқушы жауап береді. Менде функционалдық сауаттылыққа арналған тапсырмаларда әртүрлі форматта контекст бар ішінде, одан кейін сурет бар, жаңа белсенді жақсы бояулармен боялған, сонымен ана балаға несін көруге жаңағы зейінін аудару үшін арнайы тапсырмалар алып отырмын ғой. Міне мынаны оқидағы тапсырмаларды рет-ретімен орындалады. Міне бірінші тапсырма контекст оқып бітсеңіздер, көп жасушалы жануарлардың ас қорыту мүшесі қайсысы болды? Көп жасушалы. Қазір. Көп жасушалы ас қорыту. Митохондрия.
Лизосома, лизосома. Иә, лизосома. Лизосома, кішкентай Дұрыс, енді білеміз ғой. томатомалар, Иә. Жануарлар, жаңа оқушыларға арналған тапсырмалар ғой. Көмір сулары ыдырайды, екінші сұрақ. глюкозаға, Глюкозаға. Ал нәруыз ыдырайды. Содан кейін майлар ыдырайды. амин Амин қышқылдарына, Иә, майлар ыдырайды, глицерин. Глицерин. глицерин, Мономерлер, иә. Енді бұл бізге шемішке шаққанмен бірдей ғой. Енді оқушылар қанша айтқанмен ептеп нетіп Қиналады. ойланып сөйтіп қалып жатады. Міне енді мына жерде бұл тағы да 8-ші сынып нұсқаулықта берілген суретті мұқият зерделеп берілген тапсырмалардың дұрыс жауабын беріңіз дейді. Мына жерде жаңағы жапырақтың құрылысы беріп отыр ғой. Жоқ, бұл 7-ші класс. Міне бірінші 5-ші санмен берілген сілтемелерде не көрсетілген сипаттаңыз дейді. Ал бірді қараңыз, 5-ті қараңыздар. Бұл не екен? Әні. Борпылдақ жасушын. борпылдақ, да. Міне. 5 санымен да. Иә, 5 пен 1. Борпылдақ оның астында тұр ғой. Борпылдақ. Борпылдақ. Иә. Берілген сілтеме көрсетілген сипаттаңыз. 1 мен 5 не нәрсе? Клеткаларын. Жауап тұр ғой, оң жақта қарасаңыздар, әріптестер. Қабығы ма? Иә, қабығы. Үстіңгі қабықша мен астыңғы қабықша ғой. Иә. Ал енді олар қандай қызмет атқарады, үстіңгі қабықша мен астыңғы қабықша? Қорғанышты қызмет атқарады. Иә, жақсы. Енді 2-ші тапсырманы қараңыздар. 9-тан берілген сілтемені түсіндіріп көріңіз дейді. Ал 9 немене болды? Хлоропласттар ма? 9-ды қараңыз. 9-ды. Не дешет? 9. Тесіктер не дешет? Ойбай. Леп тесіктер ғой. Леп тесіктер. Ал, қызметі немене болды, қызметі? Тасымалдау Газ алмасы ғой. Иә, транспирацияға қатысады ғой. Жаңа транспирацияға қатысады ғой. Жақсы. Енді 3-ші тапсырманы қараңыз. 6-7 санмен берілген сілтеменің қызметін сипаттаңыз. 6-7 8 қараңыз. 6-7 ортасы. Ядра, ойбай. 6. Оң жаққа қараңыздар тағы да. 6-да не тұр? Түтіктер, сүзгілі түтіктер. Иә, талшықтар. Иә, қызметі ол, иә. Жапыраққа беріктік қасиет береді ғой. Беріктік. Иә, енді жапырақты ұстап тұр ғой. Жел соққанда үзіліп қалмайды ғой жапырақтарымыз. Иә, сонымен қатар су мен минерал заттарын тасымалдауын тасымалдайды, қызметін атқарады. 4-ші суретке қорытынды жасаңыз депті. Ал енді осы суретке қорытынды жасаймыз. Жалпы жаңағы айтқандарымызға түгел. Оның ішінде жаңағы 3-іміз, 4-іміз, 2-іміз туралы жазылмаған. Енді қорытынды жасаңыз. Соларды қосып. Жалпы жасушаның, жапырақ жасушасының құрылысы. Қорғанышты қызмет атқарады. Қандай қызмет атқаратыны. Судың булануына, лес тесіктермен газ алмасады деген сияқты. Борпылдақ жасушалар. Фотосинтез процесіне қатысады. Фотосинтез процесі арқылы. Өткізгішті қызмет атқарады. Сүзгілі түтікшелер, Қабақ арқылы, жақсы. Сондай қорытындыны жаңағы жазсақ, балалар жаңағы 1-ші, 2-ші, 3-ші тапсырма негізінде өздері қорытындысын жазып шығады. Бұл енді 9-ші сыныпта 29-ші тапсырма. Нұсқаулық берілген суретті мұқият зерделеп, берілген тапсырмаға дұрыс жауап беріңіз дейді. Мына жердегі енді 1-ші бұл қандай ауру болды? Аурудың атауын атаңыз. Рахитик ауруымыз ба? Рахит ауруы. Мерез деген ауру болды. Мешел. Жоқ, мерез деген ол жаман ауру. Шатсылтыр мешел. 2-ші ауру белгілерін, ауру белгілерінен сипаттаңыз дейді. Мен аяқтың қисаюы ма? Сүйектердің дұрыс дамымауы.
Күн өсу сөйлесін дұрыс баяулар. жетіспеуінен Иә, ғой, иә, иә. дәрімен жетіспеуінен ғой. Иммунитет төмендеп Дәрумені кетеді дағы, жетпеу. басқа да жұқпалы ауруларға бала бейім қабылдағыш болады. Бейім болады, тез Үш, жауап береді. енді дұрыс ауру емес қой енді. Иммунитеті Біз төмен да болады. дәру аламыз ғой. Жұмыртқаның Иә. қабы мысалы, содан кейін өсімдіктерде да дәрумен жоқ, тек қана біз Иә. күннің көзінен жануар Ем Күн аламыз. сөйлесін. майлардан аламыз. Күннің көзінде көп жүру керек қой. Үшінші, Мгм. бұл аурумен ауырған балалар жұқпалы аурулармен көп ауыратын себебін түсіндіріңіз дейді. Міне Себебі осыны бала жаңа иммунитеті Салмай иммунитет төмен ғой. болады. Иә, Иммунитет төмен болады. Иммунитет төмен болғандықтан жаңағы Әрине, баланың жұқпалы несі ауру. тез әлсірейді. Иә, Мгм. күресу салдары төмен болады. Одан кейін төртінші, бұл аурудың алдын алу шаралары туралы қорытынды жасаңыз дейді. Міне енді жас аналар біледі, жаңағы алдын алу туралы қандай біз шаралар жасаушы едік. Міне Жүкті болған кезде мысалы аналар алдын ала күтіну керек. Ол да бар. Қысата ішу керек, күн сәулесіне көп жүру керек деген сияқты. Иә. Ана өзінің құрсағына біткен бастан баланың жаңағы құрсақтағы баланы ойлау керек. Тағы да әлгі баланың өзі ай сайын беретін дәш дәрумені бар ғой, соны тілдің астына да уақыт-уақытымен тамызып отыруымыз керек. Жаз мезгілінде тамызуға болмайды ғой, қыс мезгілінде. Жоқ, өзі дәрігердің педиатрдың тәртібімен береді. Педиатрдың Әсіресе көктемде осы дәрімен сұйықтығын жаңағы нан бар ғой, соған тамызып жегенде бала болсын, үлкен кісі болсын, жаңағы емізулі баласы болсын, мейлі аяқ ауыр ана болсын, сол нанның құрамындағы дәрумен ананың ағзасына өте жақсы тарайды екен. Ал енді әріп тесттер қараңыздаршы, біздің ауылда бір жігітке қарындасы қазір бүкіл ел дәрігер болып кетті ғой, халық емшісі. Дәруменін сал, денсаулығың жақсы болады деп, внутримышечно бұлшықетке дәрумен салыққа үлкен ең кездерде дәу жігіт талып қалып ауырды ғой, талып қалып ауырды әлі. Ал дұрыс па? Ал енді дәруменнің өзін педиатрдың нұсқаулығымен ғана беру керек. Тағы да менің бір досым баласына дәрумені беріп, мынау төбедегі Еңбегі қатпай. Ол жоқ, ерте көп бергендіктен ол ерте қатып қалып, ерте бітіп кетіп, оның да баласы талып қала берді ғой. Сол себептен ол ойларыңызда болсын, дәрігердің нұсқаулығымен көп беруде. Рұқсатсыз беруде. Гипервитаминоз ғой. Не нәрсенің рұқсаты бар. Жаңа бір әріптесімізді дәруменді нанға қосып жеу керек деп, тағы да талыққа өзі ауырып жүрмеңіздер. Нұсқаулықпен беру керек. Не нәрсенің мөлшері бар. Ал жақсы. Келесі тапсырма. Міне 9-шы сынып нұсқаулық контексті мұқият оқып, суретті зерделеп, берілген тапсырмаға дұрыс жауап беріңіз дейді. Мына жерде суретті де анық беріліп отыр. Контексті бір рет оқып алыңыздар. Ал оқып шықсаңыздар, енді бірінші тапсырма ас қорыту мүшесінің қай бөлімінде өттің өзегі ашылады дейді. Ал бұған не деп жауап береді екен оқушылар? Спиральді ғой, жаңа 8-дің бұл енді жалғасы ғой. Ұлтабарда. 12 шек дейміз ғой, сонда өттің ішке бөліну үдерісі белсенді ету немесе тежеу себептерін түсіндіріп көріңіз дейді. Міне екінші тапсырма. Бұны да біліп отырсыздар. Ұйқы безі жаңағы өт ферменттің белсенділігін арттырады. Жаңағы біз өтті бұл фермент қызметін атқарады деп отырмыз ғой, жаңағы катализатор қызметін, жаңағы майларды адырату үшін өзінің қызметін жақсартады. Міне жаңа қышқылдық ортадан жаңағы бірден сілтілік ортаға түспейді дейді. Үшінші тапсырма өт бөлудің ас қорыту кезінде белсенді болуын түсіндіріп көріңіз дейді. Неге ас қорыту кезінде өттің белсенділігі жаңағы белсенді болады, соны түсіндіріп көріңіз дейді. Ас қорыту кезінде дұрыс тамақтану керек шығар. Мүмкін артық
тамақтанып кетеді тамақтану кезінде өт жаңағы липазаның да ұйқы безінің де белсенділігін арттырады, иә? Міне. Сөл белуін күшейтеді, ұйқы безінің тонусын күшейтеді. Жаңа біз тамақтанып жатқан кезде ағзада астың қорытылуына өттің атқаратын қызметіне қорытынды жасаңыз дейді. Тағы да бұл кеда беріліп отыр. Жаңағы майда еритін витаминдер. Жаңа 8-де айтылды, енді 9-да да айтылып отыр. Бұнда ептеп сәр күрделеу. Енді бұнда бұлымға сызсақ, енді бұл қолдануға келіп тұр. Өт май қышқылдарын дейді, майда ерігіш дейді. АДЭК дәрумендердің сіңірілуі үшін қажет дейді. Сонымен бірге ішектегі шыр үдерістерін алдын алады дейді. Әні. Қорытқызады, иә. Жақсы, өте жақсы жасалған тапсырмаларыңыз. Енді 9-шы тапсырманы қарап, осымен бітуге тиіспіз. Контексті мұқият оқып, берілген тапсырмаға дұрыс жауап беріңіздер. Ас қорытудағы өттің қызметі, контексті балалар тағы да оқиды. Енді контекстқа өзі оқылым дағдысы қалыптасқан бала тез оқып жауап береді ғой. Қазір бітіп қалдым, оқиды, содан кейін қолма-қол жауап береді. Енді мына жерде тапсырмалар, мына жерде тұрмын тапсырмалар. Өттің басты қызметі, ұйқы безінің басты ферменті, содан кейін ол асқазаннан ұлтабарға түсетін 4-ші тапсырма, түсетін қышқыл тамақ ботқасын ұлтабар ферменттері амилаза мен трипсин жұмысын жеңілдету үшін сілтілеу үдерісіне қатысады дейді. Осындай жаңағы А, В, С, Д, Е 5 сұрақты тапсырмалар балалар өздері оқып осыны тапсырады. Негізі бала әу бестен сұрақты бересіздер ғой, ұмытып қалады. Тапсырма жаңа сабақты өткеннен кейін беріп жерсеңіздер, екінші күні қайтадан алып жерсеңіздер, үй тапсырмасын сұрауға балалар қолма-қол жауап беріп отырады. Енді мен өзімнің тәжірибемде қолданғаннан кейін осындай тапсырмаларды ұсынып отырмын. Келіп отырған шоуымыздың ансамблі туралы алдымен сюжетті көріп алайық. Одан кейін сұхбатты жалғастырамыз. Мынау енді 17-ші тапсырма. Бұнда ас қорыту жолдарының аурулар, тамақтану гигиенасы. Қайнамаған суды ішу не себептен қауіпті екенін түсіндіріңіз. Асқазан ішек аурулары. Бұл күнделікті ғой, балалар күнделікті тамақ ішеді, су ішеді, қайнаған су, қайнамаған су ішеді, даладан да ішіп жатады. Соны түсіндіреді. Неліктен біз тұтынар алдында көкөністер мен жеміс жидектерді мұқият жеуіміз қажет дейді. Енді жазға шығып келе жатырсыздар, білесіздер, дизентерияның да нағыз күшейетін кезі. Бұлында алып отырмыз. Асқазан ішек жолдары ауруларын тарататын шыбындар мен тараққан екенін дәлелдеді. Енді дизентерия шабаны біз дизентерия ауруын тарататын, тараққандар тарататын білеміз. Алдын алу шаралары не? Балалар осы сұраққа қолма-қол өздері. Энцефалит, іш жүзегіміз, тырысқақ, холера түгелін осы микроағзалар таратады ғой. Сол жайында балалар айтып өтеді. Жауабы мына жерде тұр. Болдырмау үшін жаңағы түрлі химикаттар себу дейміз. Қаншықақ аурулар, аэрозольдар себу, механикалық әдіс, сабанды қолмен ұрып өлтіру. Әлгі шыбын өлтіргіш бар ғой бүкіл үйде. Сол жайында айтып өтеміз. Ал енді құрметті әріптестер, мен жаңағы мынау презентацияның алдында 7-ші сыныптан неше сұрақ, 8-ші сыныптан неше сұрақ, 9-ші сыныптан неше сұрақ құрастырған туын айттым ғой. Енді мен өзі сіздерге 7 ма 8 ма тапсырма ұсындым. Ана электронды нұсқасы бар, содан қарап отырсаңыздар, осындай мен назарларыңызға осындай тапсырмаларды ұсынып отырмын трансляциялауға. Енді мен бір білгішсіні, бір емес, кез келген нәрсені адам көріп үйренгенде, мен де осындай тапсырма істей алады екенмін ғой деп өзі болмасаң да
ұқсап бақ деп абай атамыз айтқандай, сіздер де басқа бір бөлімге арнап осындай тапсырма құрастырсаңыздар, ол да жақсы болады екен. Міне осындай тапсырмалар ұсынып отырмыз. Назар аударғандарыңызға үлкен рахмет. Енді кері байланыс беріп өтсеңіздер. Қалай айтуға болады? Берілген интерес. Тапсырмаларыңыз өте жақсы құрылған. Мен өзім география пәнінің мұғалімі, жаңа бізге осылай кіріңіздер әдістемелік не көрсетіп жатыр дегеннен кейін кіріп едім. Негізі биологиядан да бергенмін, содан қызығып кетіп сұрақтарға жауап беріп сөйтіп жатырмын. Тапсырмаларыңыз өте жақсы құрылған. Сізге сәттілік, жұмысыңызға табыс. Көп рахмет сізге. Шығармашылық табыс тілеймін. Рахмет. Пікірлеріңіз бар ма айтатын? Айтып өтсеңіздер. Жақсы, мен де айтайын, мұны сәлематсыздар. Әсем Несіпхановна, сәлематсыз ба? Мен сәл кішкене кешіктім ба? Жақсы, өте жақсы қабылдадым. Сіздің тапсырмаларыңыз жаңа әріптесім айтқандай өте жақсы құрылған, жеңіл, ешқандай күрделі емес, түсінікті бәрі. Контекст, тамаша, тақырып, тараулар, тапсырмалар бәрі рет-ретімен екен. Рахмет. Сізге де сәттілік барлықтарыңызға. Ұнады. Рахмет. Енді әріптестер, мен мына ұмытсыға барып, осы жаңағы жұмысым тапсырып жатсам түгел маған сіз аттестациядан өтесіз ба деген сұрақ қояды. Мен әріптестер, жоқ, мен аттестациядан өтіп алғам, өтпеймін. Жай өзім енді трансляция өткізіп жатырмын. Онда сіз жақсы екенсіз деп қояды. Мен аттестациядан өтпеймін. Жай трансляция. Келесі жылы аманшылық болса, тағы да трансляцияны, осындай тағы да бір әдістемелік құралымды тағы да бір ұсынып көрем. Сіздерге үлкен рахмет. Бүгін менің мынау жаңағы мынау өткізген әдістемелік мынау күніме қатысып, менің тәжірибемен бөліп тескендеріңізге шет ауданның мына білім бөлімінің бас маманы Әсем Несіпханқызы ұйымдастырып отырған сізге көп рахмет. Және де шет ауданның ұстаздарына рахмет. Сіздерге шығармашылық табыс тілеймін. Еңбектеріңіз жемісті болсын. Рахмет. Жақсы, өте жақсы. Сізге де еңбегіңізге шығармашылық табыс тілеймін. Рахмет. Осылай міне өзіңіздің бағдарламаңыз бойынша өніміңізбен бөлісіп жатырсыз ғой. Иә, бұл да бізге міне бір жағынан не болды? Жақсы сабақ болды, иә. Әріптестерімізге, барлығымызға өте жақсы, иә, функционалдық сауаттылыққа бағытталған ғой жалпы. Өте жақсы, қызықты екен сұрақтарыңыз. Бағанадан мына жерде өзімде олимпиада өтіп жатыр да, негізі. Сол жұмыстарын беріп жатырсам да, сұрақтарыңыз өте қызықты екен. Әріптестерім барлығы жан-жақтан жауап беріп жатыр. Рахмет сіздерге де. Еңбектеріңізге шығармашылық табыс тілеймін. Қатысқандарыңызға көп рахмет. Жақсы, осындай жиі болып тұрсыз. Рахмет. Сау болыңыздар. Рахмет сіздерге. Сау болыңыздар. Рахмет сізге. Жақсы күндеріңіз көп болсын. Болды. Болды, рахмет. Болды ма? Шыға беріңіздер, иә. Жақсы.